107-ші сабақ 2 немесе 3 амалдан тұратын санды өрнектерді салыстыру. Бірінші тапсырма. Есептемей ақ салыстыр. 7 көбейту 4 қосу 53. 4 көбейту 7 қосу 42. Ал енді қараймыз. 7 көбейту 4 пен 4 көбейту 7 екеуі бірдей. Яғни мәндері бірдей шығады. Неге? Себебі көбейткіштерінің орны ғана ауысып тұр. Бізге мән беретін нәрсе мына нәрсе. Бірінші өрнекке 53-ті қосқан, екіншісіне 42. Әрине 53 42-ден артық. Сондықтан артық деген белгі қоямыз. Келесі 5 көбейту жақшаның ішінде 8 азайту 6 көбейту 1. Жақшаның ішінде 8 азайту 5 көбейту 5 бөлу 1. Ал енді бізде мән беретін нәрсе 8-ден мына жерде 6-ны азайтқан, ал енді екіншісінде 8-ден 5-ті азайтқан. 5 6-ға қарағанда аз сан, яғни аз санды азайтсақ, көп санға қарағанда бір саннан, ол көп сан шығады, үлкенірек сан шығады. Сондықтан бізде бұл салыстыруда кем деген белгі қоямыз. Келесі. Ал енді мына көбейту 1 мен бөлу 1 ешқандай рөл ойнамайды. Себебі кез келген санды бірге көбейтсек те сол сан шығады, кез келген санды бірге бөлсек те сол санның өзі шығады. Келесі 59 қосу 12 азайту 7. 59 қосу 13 азайту 7. Мән беретін нәрсе 12 қосылған, 13 қосылған. 13 12-ге қарағанда бірге артық. Сонда екі салыстырудың оң жағындағысы бірге артық болады. Ал енді кем белгісін қоямыз. Келесі 6 көбейту 2 бөлу жақшаның ішінде 3 қосу 0. 6 көбейту 3 бөлу 0 қосу 3. Мән беретін нәрсе 6-ны 2-ге көбейткен, 6-ны 3-ге көбейткен. 3 6-ға қарағанда артық. Сондықтан мына 3-ке көбейткен өрнек бізде көбірек шығады мәні. Сондықтан кем белгісін қоямыз. Екінші, теңдіктер мен теңсіздіктер тура болатындай етіп, бос торкөздерге тиісті сандарды қой дейді. Бірінші, 36 бөлу 4 азайту 3. Артық болу керек 36 бөлу, яғни бізге 4-тен кіші санға, 4-тен үлкен санға бөлу керек. Себебі мына оң жағындағы өрнек аз болу керек, кем болу керек. Ол үшін не істейміз? Мысалы 36-ны біз қандай бөлгішке бөле аламыз? 5-ке бөле алмаймыз, 6-ға бөлсек болады. Келесі 4 көбейту 6 қосу 36. Тең, яғни тең болу керек. 36 қосу, мына көбейткіштердің орнын ауыстыра саламыз. Ауыстырған кезде мына жерде 24 шығады. Яғни мына көбейткіште 24 шығу керек. Сонда 3-ке қандай санды көбейткенде 24 болады? Әрине 8. Ал енді қалған екеу өзің шығарып көр. Үшінші, есепті шығар. Әкем орам сымнан әр қайсының ұзындығы 8 дециметр болатындай етіп 5 рет қиып алды. Сонда орамда 15 дециметр сым қалды. Алғашында орамда неше дециметр сым болған еді? Жазамыз. Шешуі. 8 дециметрден 5-еу кесіп алды. Яғни 5-ке көбейтіп аламыз. Сол кезде міне 8 дециметрден жалпы қанша қиып алғанын табамыз. Тең 40 дециметр. Ал енді қалған 15-ін қосамыз. 40 дециметр қосу 15 дециметр. Тең 55 дециметр. Сонда жауабы алғашында орамда 55 дециметр сым болған. Төртінші. Бос торкөздің орнына тиісті санды қой. 6 көбейту, ал енді оң жағы 6 көбейту 3 көбейту 6. Яғни мына қосуды біз көбейтуге айналдырсақ, сонда 6 көбейту 4 болады. 6 көбейту 4.
екі жақ тең. Келесі 9 көбейту 3, 8 көбейту 3, қосу. Ал енді қараймыз. 3-ті 9 рет көбейткен. Яғни мына оң жақта да 9 рет болу керек. Бірақ 8-ге көбейтіп тұр. Сондықтан біз 1 9-ды не істейміз? Әрине қосамыз. 6 бөлу 2 тең. 6-ға 2-ні бөлсек 3. Ал енді қандай санды 3-ке бөлгенде 3 шығады? 9-ды 27 азайту 3 бізде 24 болады. Ал енді қай санды біз 3-ке көбейткенде 24 болады? 8. 5-ші есепті шығар. Бір жылдың ішінде 2 омартада 64 килограмм бал жиналды. Олардың бірінен 36 килограмм бал алынды. Ал қалғаны екінші омартада алынды дейді. Бір омартадан екіншісіне қарағанда неше килограмм бал артық жиналды дейді. Ал ендеше қараймыз. Барлығы дек немесе жиналды десек болады. Жиналды 64 килограмм. Бірінші омарта 36 килограмм алынды. Екінші омартадан қалғаны. Енді сұрақ, бірінші омарта екіншіге қарағанда дейді, қанша килограмм бал артық жиналды дейді. Шешуі. Ең бірінші, біз екінші омартада неше килограмм бал алынғанын табуымыз керек. Ол үшін 64-тен 36-ны азайтамыз. Мына жиналды дегенді, былай барлығы 64 килограмм деп жазса да болады. Солай, егер өзіңе ыңғайлы болса. Ең бастысы шартты түсіну. 64-тен 36-ны азайтсақ қанша болады? 28 килограмм. Яғни екінші омартада 28 килограмм бар екен. Ал енді қанша килограммға артық екенін табу үшін біз 36-дан 28-ді азайтамыз. Тең 8 килограмм. Сонда бірінші омартада екіншіге қарағанда 8 килограмм артық жиналған екен. 6-шы тапсырма салыстыр. Міндетті түрде мына өлшем бірліктерге қараймыз. 4 литр 7 литрдан кем, 2 метр 2 дециметрден артық. Неге? Себебі метр дециметрге қарағанда үлкен өлшем бірлік. Тура солай. Басқаларында салыстыру қажет. Мынаны түсіндіріп жіберейін. 5 метр 3 дециметр. 5 метрді дециметрге айландырамыз. Ол 50 болады. 50-ге 3-ті қоссақ 53 дециметр. 53 дециметр 50-ден әрине артық. 7-ші тапсырма есептемей ақ салыстыр. 24 қосу 49 азайту 5. 49 қосу 24 азайту 6. Ал мән беретін нәрсе ол мынау. 5-ті азайтқан, 6-ны азайтқан. Ал енді 49 қосу 24 ол екеуінде де бар. Егер біз шыққан саннан 5-ті азайтсақ, 6-ға қарағанда көбірек сан шығады. Сондықтан біз артық белгісін қоямыз. Келесі, жақшаның ішінде 32 азайту 29, көбейту 3, көбейту 3. Оң жағы, жақшаның ішінде 32 азайту 29, көбейту 3, бөлу 3. Мән беретін нәрсе көбейту 3 пен бөлу 3 соңғы. Әрине, санды 3-ке көбейткенде артық шығады. Ал санды 3-ке бөлгенде одан кем сан шығады. Сондықтан артық белгісін қоямыз. 3 көбейту 5 бөлу жақшаның ішінде 4 қосу 1. 5 көбейту 3 бөлу жақшаның ішінде 1 қосу 4. Мұқият қарасақ, 3 пен 5-тің көбейтіндісі бірдей, тек орындар ауысып тұр. Жақшаның іші бірдей,
және бөлу амалы бар. Сондықтан бұл тең болады. Ойлан тап. Сары түсті жолақшалардағы сандармен жасырынған сөздерді оқы. Ол үшін әрбір санды кестедегі сандардың көбейтіндісінің мәнінен алмастыр. Мысалы, 5 көбейті 1 тең 5. Әр қатар мен бағаның қиылысындағы көбейтіндінің мәніне сәйкес әріпті табамыз. Ол Т. Ал кәнекей 5. 5 бірім 5 ол Т деген әріп. 5 екім 10 ол А деген әріп. 5 үшім 15, яғни ол А деген әріп. 5 төртім 20, 20 деген Л деген әріп. Мына жерде Т-лар да бар екен. Келесі 5 бесім 25 ол Г деген әріп. Г. 6 бірім 6 Я деген әріп. 6 екім 12 ол Б деген әріп. Б. 6 үшім 16 ол Қ деген. 6 үшім 18 ол Қ деген әріп. 18-ге Қ деп жазамыз. 6 төртім 24 И деген әріп. 6 бесім 30 ол қысқа И. Так, 15 дегеніміз біз А, 10 дегеніміз А. Сонда қандай сөз шықты? Табиғатты аялайық деген сөз шықты. Егер сабақ ұнаса, міндетті түрде лайк басып, каналға жазылуды ұмытпа. Келесі сабақта кездескенше.